Ғажайып химия шоуы. Пастаның таң ғажайыбы. Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Менің атым Байгалиева Анара Аблаевна. Менің атым Абылай Алина. Мен 5 жастамын. Қазір біз сіздерге шын мәнінде ғажайып нәрсені көрсетеміз. Бұл тек қиял емес, ғылымның текірі. Ал қызым, енді балаларға айтайық, қандай қажетті заттар осы сиқыр үшін керек? Қажетті заттар: 3% сүтегі асқын тотығы, Сұйық сабын, құрғақ ашытқы, жылы су, 3 түрлі тамақ бояуы және биік бөтелке. Бірінші бөтелкені Дайындап қойдым, қызым. Ішіне сүтегі асқын тотығын, Қазір, қызым, асықпа. Қостым, қызым. сұйық сабын, Кел, қызым, өзің қос. Мен саған ашып берейін. Енді қой. Көтер ағай. Болған болар. Жарайсың, қызым. Орнына қоя ғой. Қосылды. Енді не қосамыз, қызым? тамақ бояуын, Жақсы. Осы 3 тамақ бояуын қосамыз. Жасыл түсті. Кішкене бәрін шайқаймыз. Так. Жасыл түсті. Мынау қандай түс? күлгін, Күлгін түсті қосамыз. Ал мынау қандай түс? қызыл, Қызыл. Саған қызыл түс ұнай ма? иә, Бәрекелді, қызым. Қосылды. Ал қызым, енді тағы не қосамыз? екінші ашытқыны жылы суда ерітіп, бөтелкеге қойыңыз. Ала ғой ашытқыны. Ақырында бөтелкеге құй. Қорықпа. Құя ғой, құя ғой, құя ғой, құя ғой. Ал енді қараймыз, қызым, не болып жатыр? Вау, қызым, саған ұнай ма? Иә, Мынау не деген ғажап, не деген сиқыр, қызым? Ой. Қандай күшті, қызым. вау, анашым, қандай керемет. Маған да ұнайды, қызым. Қара, бөтелкеден үлкен көлемде түсті көбік ағып шығады. Көрдің бе? Бұл не деген сиқыр, не деген ғажап? Бұл сиқыр емес, химия. Ашытқы сүтегі асқын тотығы ыдыратады, Газ бөлінеді, ал сабын көбік жасап, бұл ғажайып көріністі тудырады. Осы тәжірибені балалар тек қана ата-аналармен істеу керексіңдер. Бәріңізге көп рахмет. Сау болыңыз.